құрметті көрермендер, бүгін біздің келесі Тамырлас подкасттың жазу сәті басталып жатыр. Қош келдіңіздер. Естеріңізге салып өтейін, Тамырлас подкасты Қазақстан Халқы Ассамблеясының ғылыми сарапшылық кеңесінің проектісі. Бұған көмек көрсетіп отырған қолданбалы этносаяси зерттеулер институты және этномәдени бірлестіктер. Бүгін біздің спикеріміз келіп отырған социология ғылымдарының кандидаты Талғат Жәрдемқұлұлы. Қош келдіңіз, Талғат Жәрдемқұлұлы. Қош көрдік, сәлеметсіз бе? Көп рахмет біздің подкастқа уақыт тауып бүгін келгеніңізге. Соңғы уақытта өзіңіз қызметіңізді ауыстырдыңыз және тікелей мемлекеттік қызметшілерді дайындауға кірістіңіз деп айтамыз. Дегенмен сізді өзіңізді ерекше бір тұлға ретінде, ерекше бір зерттеуші ретінде көпшілікке танымалсыз. Және осы біздің ғылыми сарапшылық кеңесінің көп жылдан бері мүшесі болып келесіз. Сондықтан сіздің бүгінгі әңгімеңіз меніңше көп нәрсенің бағытын ашып беруге мүмкіндік береді деп ойлаймын. Біріншіден, біздің подкастымыз ғалымға, тұлғаға деген сұрақтардан басталады. Сондықтан сізге бірінші сұрағымыз өзіңіз туралы айтып берсеңіз, және де осы ғылыми жолға қалай келдіңіз? Мен қазіргі Абай облысы дейді. Абай облысы, Аягөз ауданының тумасымын. Семейде білім алдық, кейін Өскеменде білім алдық. Мұғалімдік қызмет атқардық, мамандығым сол мұғалімдік. Енді университет бітіргеннен кейін Аягөз ауданына барып біраз мұғалімдік қызмет атқарып, жастар ұйымдарын құрып жүрген кезім болады. Енді ғылымға қалай келдіңіз деген сұраққа келетін болсақ, сондай жастар қоғамдық бірлестіктерін құрып, ауданда жастардың бос уақыттарын ұйымдастырып, оқушылардың бос уақыттарын ұйымдастырып, дамытуға күш салдық, біраз белсенді жастармен бірге. Осы кездерде күндердің бір күнде осындай жұмыстармен әкімдікке барғанда өзімнің университетте сабақ берген оқытушымды көріп қалдым. Профессор Қалдыбаева Тыныштық Жұмаділқызы, ол кісі социология ғылымдарының докторы, профессор, академик. Ол кісі енді саясаттану, қоғамтану сияқты пәндерден сабақ берді бізде. Мен енді өте белсенді болатын ол сабақта. Кісімен пікір таластырып отыратын үнемі әртүрлі жаңағыдай тақырыптарды қосымша талқылап, кітаптарды талқылап отыратын. Ол кісі мені көріп қуанып қалды. Сөйтсем ол профориентация дейміз, кәсіби бағдарлау жұмыстарымен сол ауданға келген екен. Сол жерде мені көріп, жағдайымды сұрап, сол Өскеменге келіп жатса жолығымды өтінді, онан кейін ғылыммен айналысуға шақырды. Қабілетімді атап өтті жаңағы студент кездегі. Сөйтіп біраз уақыттан кейін сол енді көп ұзамай, енді 1-2 жылдай ғана ауданда істеген шығармын. Онан кейін бір адамға тарлық ете бастайды, бір территория, бір салада қызмет еткен ауданның ауқымы кішкене шектеулі болғандықтан ары қарай ғылым жолын, білім жолын қойайын деп, облыс орталығы ол кезде Өскемен, сол Шығыс Қазақстан облысының Өскеменге барып, жұмысқа араластым. Сол кезеңде жаңағы Тыныштық Жұмаділқызына қайта жолықтым. Ол кісі мені өзінің қасына тартып, университетке шақырды. Сол жерде жұмыс жасадым кафедрада, социологиядан жаңағы қосымша жаңағыдай докторантураға түстік. Сөйтіп ол кісі өзінің қамқорлығын алды. Қасына ғылыми жетекшілік жасап, маған ғылымға жолды ашып берген сол кісі. Өте қарыздармын ол кісіге. Өйткені ол кісі менің мына ойлау жүйемді де, дүниетанымымды да, тіпті өмірімнің тағдырының жолында өзгерткен адам. Сондықтан сол кісінің арқасында ғылымның не екенін таныдым. Ғылымда осындай адал азаматтар бар екендігіне көзім жетті сол кісінің арқасында. Сөйтіп келдік. Онан кейін осы Астана қаласында Еуразия ұлттық университетінде кандидаттық диссертация қорғадым. Оны өзіңіз де куә болдыңыз. Жаңағы сіз бірінші оппонент болдыңыз маған. Сол кезден бастап өзіңізбен таныстық. Кейін сол Еуразия ұлттық университеті қорғағаннан кейін олар жұмысқа шақырды қызметке.
сол жерде жұмыс жасап жатқан жерден ары қарай кезекте өзіңізбен жаңағы бірге еңбек ету бақыты бұйырды. Өзіңізден алған дүниелеріміз өте көп үйренген. Осы бағыттарда қазір келе жатырмыз. Енді мына ғылым саласында қазіргі қызығушылығым бастапқы ретте мына жастар социологиясы, білім социологиясы болатын. Сол енді 2011-ден бастап Астанаға келіп, сол өзіңізбен бірге жұмыс жасап, осыдан бағытымыз да өзгерді. Қызығушылық енді білім саласы ол бөтен сала емес, жастар саласы да бөтен сала емес. Өйткені университетте сабақ беріп жатырмыз. Жастар ұйымдарымен байланыстарымыз әлде тығыз. Дегенмен негізгі басымдық беретін осы бағыттар бұл этносаралық қатынастар және конфессияаралық қатынастар болды. Мен соңғы жылдарда қазір осы бағыттарда қызмет атқарып жатырмын. Енді өзіңіз айтқандай жоқта енді мемлекеттік басқару академиясына келдік қызметке, ол жерде шақыртумен. Енді бағытымыз мемлекеттік қызмет, басқару саласы. Дегенмен осы бағыттардағы мына этносаралық саясат дейміз, дін саласындағы саясат, бұл бағыттағы жұмыстарымыз енді мына басқарудың контекстінде жалғасатын болады. Өте жақсы, жолыңызда жақсы тәрбиеші деп айтсақ та болады, жақсы сондай тәлімгер болғаны қандай жақсы. Қазірде меніңше осы жұмыс жалпы біздің қоғамда жанданып жатыр. Жастарға осындай көмек қолын созатын үлкендер, ересектер сондай демеушілікке дайын болып, сол бағдарламалар іске асып жатыр. Ол қуантарлық жағдай. Сонымен қатар сіз осы діни социологияға назар аударып жатсыз. Осы жақын арада видео лекцияларыңыз да шықты осы тақырыпта. Көбінесе қоғамда дінге байланысты тек қана өзінің әр адамның жекелеген бір ой пікірі немесе жекелеген бір әрекеттері болып келеді, ал жүйелі ғылыми тұрғыдан осы конфессияаралық қатынастарды сіз қазіргі қоғамға қалай түсіндіру керек деп ойлайсыз? Әрине, бізде қазіргі таңда мынау социологияның ішіндегі ерекше бағыттардың бірі дін социологиясы. Бұл әлі бізде дамымаған, енді қалыптасып келе жатыр деп айтуға болады. Жалпы социологтардың өзі дінге қарай бет бұратын болса, дінді зерттеуге, ол жерде бәрібір көп жағдайда белгілі бір социологиялық бағыттарға қарай, соның заңдылықтарына қарай басымдықтар беріп кетеді, дінтанудың ішіне кіре алмай қалатын сияқты. Ал енді дінтанушылардың ішінен қазір социологтар шығып жатқан жағдайлар бар. Дінтанудан қазір Түркияға барып оқып келіп жатқан социология, дін социологиясы бағытында оқып келіп жатқан магистратураны. Осындай жастарымыз өсіп келе жатыр. Дегенмен әлде бұл кенже қалып тұрған бағыттардың біреуі. Осы саланы дамыту керек деп есептеймін өзім. Енді қазір өзімнің бағытымды осы дін социологиясына қарай бұрдым деуге болады. Бұл да негізі басымдықтардың біреуі. Енді қандай мәселеге назар аудару керек деп отырса, жалпы дін саласы өте өзекті, дұрыс айтуымыз. Енді біздің бүгінгі подкасттың тақырыбы ол келісім мен тұрақтылық мәселесі. Осының контекстінде қарастыратын болсақ, елімізде жалпы тұрғындардың, азаматтардың діни бірегейлігін қалыптастыру, зайырлы құндылықтарды орнықтыру маңыздылығы ерекше тұр, өте өзекті проблема болып тұр. Ең алдымен біз бір мәселеге тоқталып алайық. Дін тұрғысынан жалпы азаматтардың бірегейлігі қандай деген сұраққа жауап берейік. Біз енді бірегейліктің құрылымын қараған кезде иерархиялық егерде жаңағыдай жүйесін құратын болсақ, біздің қоғам үшін азаматтық бірегейліктің жоғары тұрғаны маңызды. Қалай табылсын? Елім, Қазақстаным деп, жерім деп тұратын, отаным деп тұратын азаматтардың көп болғаны, басым болғаны және олардың осы келісім мен тұрақтылықтың кепілі ретінде алға шығуы маңызды. Енді дәл қазіргі жағдайда азаматтардың бірегейлік құрылымына келетін болсақ, айтар едім, олар әртүрлі.
біреулерінде азаматтық бірегейлік жоғары тұратын болса, енді бір топтарда кейінгі кезеңдерде діни бірегейлік алға шығып келе жатыр. Азаматтық бірегейлікті тіпті ең соңғы орындарға қоятындар, немесе оны ескермейтіндер де жеткілікті. Өйткені қазір діннің жалпы мына жаһандануда жүріп жатыр діннің аясында. Соның аясында бір космополиттік сипаттағы діни бірегейлікте қалыптасып келе жатқан сияқты біздің қоғамда. Енді рет ретімен айтайық, азаматтар діни бірегейлік тұрғысынан қандай дегенге келетін болсақ, бүгінде біздің қоғамда әрине ол дінге сенушілердің қатары белгілі мөлшерде артып келе жатқандығы байқалады. Енді мынау статистикалық комитеттің деректеріне сүйенетін болсақ, ол жерде тұрғындардың басым бөлігі дінге сенушілер ретінде қарастырылады. Бірақ мен айтар едім, бұл статистика сенімді статистика емес. Себебі қандай да бір социологиялық зерттеулер жүрген жоқ, немесе халық санағы кезеңінде дәл сол сұрақтарға көп адамдар жауап берген жоқ. Тіпті халық санағының өзінде, мысалы үшін, электронды форматта, электронды түрде жүрген кезеңдерде болды. Яғни ол жерлерде де жаңағыдай толыққанды діни бірегейлікті ашатындай жауаптар берілмеді деп айтуға болады. Мысалы үшін мен дәл өзім айтатын болсам, мен электронды форматта да жауап берген жоқ бұл анкеталарға, және мен үйіме келіп ешкімде сондай анкетаны толтырған жоқ. Сәйкесінше сонда санаттан тыс қалдыңыз. Иә, менің бірегейлігімді қалай анықтады? Мысалы үшін дін тұрғысынан қай топқа жатқызды? Сіз оны біле тұра өзіңіз толтырмадыңыз ба? Әлде ыңғайсыз болды ма сізге электронды анкета? Электронды форматта сол кезде бір интернетте ақаулар болды. Онан кейін кезекте тағы бір сұрайтын дүниелер болды. Сонымен ендігі аралықта біз үйге келіп әдеттегідей жаңағы сұхбаттасады деп те күттік. Мысалы үшін социолог ретінде маған қызықтысы келіп интервьюерлердің жаңағы менен сұхбат алғаны қызық болды. Мен соны күттім шын мәнінде. Сәйкесінше менің отбасымда электронды форматта жауап берген жоқ. Осы сияқты мен әріптестердің көпшілігінен сұраймын, олар да айтады, біз электронды формада жауап берген жоқпыз, үйге де ешкім келген жоқ дейді. Осы сияқты жағдайлар. Сондықтан мен статистикалық комитеттің жаңағы дәл осы діни бірегейлікке қатысты жаңағы параметрлеріне мен күдікпен қараймын. Дегенмен ресми статистика болғандықтан оған сүйенетін болсақ, бүгінде халықтың жаңағы басым бөлігі ол дінге сенушілер ретінде қарастырылады. Соның ішінде дінге сенушілердің ішіндегі ең көбі мұсылмандар. Енді мұсылман деген параметрдің өзі ғана бір ғана параметрмен анықталған, жалпылама. Бүгінде біз қазіргі қазақстандық қоғамда болып қарайтын болсақ, мен енді мониторинг талдау саласында ұзақ жылдар қызмет еттім. Мұсылмандық жамағаттардың саны өте көп бізде. Мен өзім зерттеуші, талдаушы ретінде бүгінде 20-ға жуық мұсылман жамағатын атай аламын. Енді бізде сарапшыларымыз бар, 30-ға жуық жамағат бар деп айтатындар бар. Яғни мұсылман жамағатының өзі бірегей емес. Және бүгінде біреулері түркиялық ағымдарды жаңағы сенушілер болып табылады. Біреулері әртүрлі деструктив сипаттағы идеологияны ұстанушылар, біреулері сопылықтың әртүрлі форматтарын ұстанады. Мысалы үшін бізде мынау оңтүстік азиялық үлгідегі сопылықтың үлгілері бар. Мысалы үшін диабандизм деп айтамыз. Бізде қытайлық үлгідегі сопылықта бар. Бізде орталық Азияға тән сопылықтың үлгілері де бар, әртүрлі формалар бар. Сондықтан діни бірегейлік тұрғысынан мұсылман жамағаты да әртүрлі болып келеді. Бұл жерде бір сұрағым бар. Саны жағынан қаншалықты бұл топтар сондай әлді және қаншалықты бұл бұқара халыққа тән нәрселер? Енді жалпы біз Қазақстан, қазақ халқын, түркітілдес халықтарды ханафи мазхабтың мұсылмандары деп айтамыз, және де көп жағдайда осы дәстүрлермен байланыстырамыз. Енді біз этникалық топтарды зерттеген кезде бұл жерде оның діни көзқарасы мен күнделікті тұрмысы ол қалыптасқан бір өмір салты болып кетті. Ал мынау сіз айтқан жаңа пайда болып жатқан
топтар, олар қалай ерекшеленеді? Олардың да бір тұрмыстық деңгейлерінде айырмашылықтар бар ма? Өте жақсы сұрақ қойдыңыз. Өйткені мұсылман жамағатының жаңағы азаматтық бірегейлікке, отансүйгіштікке, бірлікке қатысты мәселесіне келетін болса, үлкен проблемалар бар. Мұсылман жамағатының барлығы бірдей біздің елімізде ел болсын, жаңағы халқымыз бір болсын деп отырған жоқ. Ішінде жаңағы дәстүрлі мұсылмандық ұстанатын жамағат бар. Бұл мына қазіргі Қазақстан мұсылман діни басқармасы мешіттерінің аясында топтасқан жамағат. Бұл кәдімгі қазақтың дәстүрлі мұсылмандығын таныстыратын жаңағы елімізді бірлікке шақырып жүрген осындай жамағат деп айтамыз. Бұл халықтың басым бөлігін құрайды. Мұсылмандардың санының ішіндегі ең басым бөлігін құрайтын осылар. Дегенмен бұлардан бөлек әртүрлі саяси мақсаттарды көздейтін топтар бар. Жаңағы біз Қазақстан мұсылман діни басқармасының ғана орталығы осы жерде дейтін болсақ, біздің дәстүрлі мұсылман таныстыратын бағыт дейтін болсақ, дәстүрлі емес бағыттағы сырттан келген түрлі ағымдар, олар бәрібірде сол мемлекеттердің саясатын көздейді. Мысалы үшін түркиялық ағымдар бар. Қалай да болсын, олардың орталықтары Түркиядан басқарылады, сол жақтарда отыр. Рухани көсемдердің барлығы сол жақта. Олардың айтқан заң қандай шешім шығарады, сол бойынша жүреді. Және көп жағдайда олардың қызметтерінде саяси қандай да бір элементтер байқалады. Және біз оларды бүгінгі таңда дәл осы Қазақстанның мүддесін көздейтін топтар ретінде қарастыра алмаймыз. Осы сияқты салафилік ағымдар деп айтамыз. Олардың түпкі мақсаты халифат құру, ислам теократиялық мемлекетін құру. Тегенше теократия бар жерде, бұл жерде зайырлы Қазақстанның құрылымы мазмұны жоқ деген сөз. Яғни олар қазіргі жүйені де мойындамайды, заңдарды да мойындамайды, конституциямызды, билік жүйемізді ешқайсысын мойындап отырған жоқ. Яғни бірегейліктің проблемасы бұл жерде де көрініс береді. Осы сияқты халифат құруды көздейтін радикалды ханафилік жамағаттар да келді бізге. Мәселен, жаңағы оңтүстік азиялық жаңағы ханафиліктің үлгісін алып келген диабандизм деген жамағаттар бар. Бұл Пакистан, Ауғанстан, Бангладеш, онан кейін қазір Қырғызстан территориясынан келіп жатыр. Бұл ағымдардың да түпкілікті мәнінде ол халифат идеясы жатыр. Тегізінше ол да теократиялық ислам құндылықтарымен, нормаларымен жүретін мемлекетті дін басы басқаратын осындай құрылымды аңсайды. Бұл жерде де біз айта алмаймыз, жаңа еліміздің бірлігіне нұқсан келмейді деп, бұндай. Сондай-ақ батыстық күштердің тарапынан бүгінде қолдан жасалған әртүрлі ағымдар да бар. Олар көп жағдайда бізде космополиттік исламдық жобасын алып келген, сол идеологияны насихаттауда. Сәйкесінше ол жерде ұлтқа, географияға, саясатқа бөлінген шекаралар жоқ. Осының барлығын мойындамайды. Ешқандай да мәдени де, саяси да, географиялық та шекаралар болмау керек деп есептейді. Ислам жамағаты бір болу керек. Жалпы адамзаттық құндылықтар, жалпы мұсылмандық құндылықтар деген сияқты дүниелерді айтады. Осы сияқты әртүрлі топтар бар. Сондықтан мұсылман жамағатының өзі жаңағы бірегей емес деп айтамыз, бірегей емес. Енді қазіргі біздің қоғамның алдында тұрған басты міндеттердің бірі осы мұсылман жамағаттарының бірегейлігін қалыптастыруды. Ол үшін әрине бірінші кезекте заңдар, өте сапалы заңдар болу керек. Мәселесі зайырлықты қамтамасыз ететін заңдар, радикализмнің алдын алатын заңдар болу керек. Және екінші кезекте әрине тек қана күшпен ғана біз бұның барлығын реттей алмаймыз. Идеологияға қарсы жаңағыдай мемлекеттің тарапынан ұсынылатын бәсекеге қабілетті идеология керек. Осы жерге кішкене тоқталсақ, мемлекет жағынан идеология болу керек деп біз енді емендік алғаннан бері айтып келе жатырмыз. Енді біздің ең басты идеологиямыз жаңағы тұрақтылықты сақтау, егемендікті сақтау және егемендікті нығайту,
жаңағы қазіргі біз көп нәрсені енді экономика жағынан жасаймыз деп, саясат жағынан қалып қойдық деп, енді саяси реформалар іске асырып жатыр. Былтырдан бері президент өзінің жолдауында экономикалық жаңа модель жасау керек деп жатыр. Міне осы жерде жаңағы адамдардың діни көзқарастары, мен енді қазір былай бөліп айтпаймын, жалпы діни көзқарастарымен осы саяси модельмен, экономикалық модельмен бір-бірінен байланысы қалай болмақ Қазақстан үшін? Жалпы мен ойлаймын, біз экономика алдымен, онан кейін идеология, саясат деген ұстанымнан алшақ болуымыз керек. Бұл процестердің бәрі жүріп жатыр қоғамда. Біз бір саланы дамытып алайық та, оның екіншісін кейінге қалдырып қояйық деп айта алмаймыз. Өйткені әлеуметтік өзгерістер, саяси өзгерістер, ішкі өзгерістер, сыртқы өзгерістер барлығы өте қарқынды жүруде. Сондықтан бұлардың бәрі қатар жүру керек. Ал енді бірінші кезекте біз идеологияға мән бермейтін болсақ, онда экономиканы жүргізуінде қажеттілік жоқ. Өйткені идеологияны ұмытып қалған мемлекет, оның экономикасы басқа идеологияға жұмыс жасайды, басқа елге жұмыс жасайды, басқа топтарға жұмыс жасайды. Сондықтан бұл жерге қалдықты қағидамен қарап, екінші кезекке сыруға болмайды. Бірінші кезекте осы идеологияны өте қатты маңызды деп қатар ұстау керек экономикамен бірге. Сондықтан бізге қазір идеологиялық мына сегментті күшейту маңызды. Бұл жерде мына қоғамға бағдар беретін нақты бір құндылықтардың жүйесін анықтау керек, басымдықтарды анықтау керек. Соның ішінде мына дінге қатысты келетін болсақ, ең бірінші кезекте біздің қоғамға жалпы қандай дін керек деген сұраққа жауап беріп алуымыз керек. Қандай дін қауіпті, қандай діндер, жамағаттар бізге, қоғамға қандай да бір қатерлер келтіреді. Біз қазіргі діни жамағаттарға, ұйымдарға инвентаризация жасап алуымыз керек. Қайсысы бар, олар қаншалықты қауіпті, олардың артында кімдер тұр, ертең қандай жағдайға алып келуі мүмкін бұл деген сұрақтарға біз әлі жауап берген жоқпыз. Онан кейін қалай да болсын, демократиялық қоғам болсын, мейлі зайырлы қоғам болсын, қазіргі таңда тіпті батыс елдерінің өзін қарайтын болсақ, өздері үшін дәстүрлі деп есептелетін дінге, діни ұйымдарға белгілі басымдықтар беру қолысы бар, үрдісі бар. Біз мұны клерикалдық үлгі деп айтамыз. Зайырлықтың бір формасы, бірақ соның ішінде зайырлы бола тұра, діндердің барлығы теңдей отыра, қалай десе де өздері қоғам үшін тарихи тұрғыдан, мәдени тұрғыдан өте терең байланысы бар, бұрыннан келе жатқан өздерінің діни жолдарын көрсететін ұйымдарға белгілі бір артықшылықтар, басымдықтар береді. Олардың бәсекеге қабілеттілігін арттырады. Міне осы да бағыт керек сияқты бізге. Өйткені қазіргі таңда Қазақстан үшін дәстүрлі мұсылмандық діни басқармасы дейтін болсақ, оның қаржылық әлеуетінде, идеологиялық әлеуетінде арттыру қажеттілігі бар. Және бұл жерде қоғам мүдделі болу керек осыған. Өйткені ол осы қоғамның бір мәдениетінің бір бөлшегі, ажырамас бөлшегі. Ол сырттан келген жаңағы өте мәдениеттің элементі емес, біте қайнасқан осы қоғамның тарихи жалғасып келе жатқан мәдениетінің бір бөлшегі. Сондықтан қоғам өзінің мәдениетінің бөлігін, қандай да бір бөлігін қорғауға, дамытуға күш салу керек. Осындай бағыттар. Және мен ойлаймын, қазір түрлі идеологиялардың көбейіп кетуі қоғамда, бұл мемлекет тарапынан идеологиялық жұмыстарды жетілдіру, жүйеге келтіру қажеттілігін түсіндіреді. Идеологиялық вакуум болмайды жалпы. Қандай да бір бос орынды, қандай да бір топтың жаңағы күштердің идеологиясы толтырады міндетті түрде қоғамда. Сәйкесінше мемлекет ұсына алмайтын болса, егер де ондай идеологияны, құндылықтық бағдарды оны басқа топтар ұсынады. Халық немесе өзі жасап алады болды. Мен осы жерде бір нәрсені айтқым келеді. Белгілі батыс ғалымы Сэмюэл Хантингтон кезінде 90-шы жылдары осы тұжырымдамаларын тең талқылайтын болған, соңғы кезде кішкене ұмытылған секілді, бірақ қайтып оралсақ, сол автордың ойларына былай деп жазады:
жалпы 21 ғасыр бұл идеологияны дін билейтін ғасыр деп айтады. Идеология дейді өзінің жұмысын тоқтатты, ары қарай өз жалауын дін қолына ұстатты дейді. Қарап отырсаңыз, сол шындыққа ұласып келетін секілді. Біз бір жағынан идеология қалыптастырамыз деп, оған тек жалаң ұран ретінде қалып қоямыз ба, әлде дінді идеология ретінде ұстануымыз керек па? Бұл жерде қалай ойлайсыз? Дінді идеология ретінде ұстана алмаймыз, ұстануға да болмайтын сияқты. Дін ол жалпы адамдардың сенімдерін қанағаттандырудың бір құралы ретінде өмір сүру керек қоғам. Дінсіз қоғам болмайды. Дегенмен ол саясатқа, идеологияға, басқаға араласпау керек. Ол кәдімгі адамдардың жеке өмірінде, отбасылық өміріндегі қарым-қатынастар реттеуде өзінің қызметін атқару керек деп ойлаймын. Жалпы жаңағы Хантингтонның жаңағы айтып отырған өте дұрыс. Күні әлемдік тенденцияны қарайтын болсақ, мысалы үшін қазір жылына орташа есеппен жаңағы 140 миллиондай бала дүниеге келеді екен, әлем бойынша. Сонда 70 миллионға жуық адам өмірден өтіп жатады, әртүрлі себептерден. Табиғи себептер, жасанды қолдан жасалған себептерден. Сонда 70 миллион адам, қалған 70 миллион адам, ол адам санының тұрақты өсімін таныстырады. Яғни тұрақты түрде жыл сайын адам баласы 70 миллион артып келе жатыр. Енді демограф ғалымдар айтады, әрбір 11-12 жылда жер бетіндегі адам саны 1 миллиардқа артып отырады. Қазір мысалы үшін 8 миллиард. Енді келесі жыл 9 миллиардтар болатын болса, мысалы үшін тағы 10 жылдан кейін, онда мынау 10-11 жыл деген интервал азаяды. Әрбір 7-8 жылда 1 миллиардқа арту мүмкін. Және тағы бір ойландыратын көрсеткіш, дүниеге келетін сәбилердің 80%-дан астамы Азия мен Африканың кедей мемлекеттерінде дүниеге келеді. Яғни былайша айтқанда, жер бетіндегі адам санының өсімі ол өз кезегінде кедейшіліктің өсімімен пара-пар деуге болады. Осы кедей қоғамдар өздерінің тұрғындарына тиісінше білім де бере алмайды. Сауаттылықтың төмендігі бұл өз кезегінде дінге деген сұранысты өсіретін фактордың бірі. Осы бүгінгі таңда Азия, Африка елдерінен де осындай жағы сауатсыздықтың деңгейі әртүрлі діндердің, діни ағымдардың, түрлі радикалды идеологиялардың тарауына ықпал етіп отыр, қарайтын болсақ. Екінші бір мәселе бар, ол дінді батыс тарапынан, батыс елдері тарапынан дінді қандай да бір қаражат табудың немесе саясаттың құралы ретінде пайдалану. Сол мақсаттарда да жаңағы ілгерілету бар. Қолдан жасай отырып, жаңағы мақсатты түрде осындай оны дамытуға күш салу, жоба ретінде қарастыру. Бұл да қазіргі таңда түрлі діни идеологиялардың экспансияларын жаңағы басталық шарты деп айтуға болады. Сондықтан бұл жерде діннің ықпалы артатындығы анық. Бірақ енді бұның барлығына төтеп беретін бірінші кезекте ішкі потенциал өте мықты болу керек. Мен ойлаймын, дінді идеологияға айналдыру қажет емес, әлеуметтендіруші институттарды күшейту керек. Ең алдымен отбасындағы тәрбие, онан кейін балабақшалар, мектептерді күшейту керек. Сол жердегі білім сапасын арттыру керек. Колледждер, университеттерді, жастарды жұмыспен қамту мәселесі, оларды білімге тарту, ғылымға тарту мәселесінде біз озық болуымыз керек. Сонда біз жаңағы бұл процестердің барлығын реттей аламыз. Енді Роберт Белла деген американдық ғалым бар, социолог. Соның секулярланған христианин деген концепциясы бар. Секулярланған христианин ол былайша айтқанда мына сайырлы құндылықтар мен діни құндылықтарды бір-біріне қайшылық келтірмей үйлестіріп ұстана білетін адамды айтады. Яғни ғылым білімнің де технологияның жаңалықтарын да пайдаланады. Діннің рационалды жаңағы тұстарын пайдаланады. Консерватизмге кетпейді, кертартпалыққа кетпейді. Немесе мынау халал, мынау харам деген сияқты екі дилемманың ортасында қалып қоймайды, екі ұшты ойламайды. Кең ойлайды, ауқымды ойлайды. Бір дастарханда отырып
діндар да діндар емес те әртүрлі діннің өкілдері де емін еркін достық пейілмен тамақтана алатындай, сөйлесе алатындай жағдайда болады. Яғни былайша айтқанда зайырлы діндарлар, секулярланған діндар. Міне осы категорияны бізге қалыптастыру қажет. Негізі жаңағы білім және діни жағдайының өсуі бір-бірімен тікелей байланыстығын бізде Инглхарттың зерттеулерінен көруге болады, иә, жаңа сіз айтқаныңыз. Ал жалпы мынау ғылым мен исламға келетін болсақ, менде мынандай сұрақ пайда болады. Жалпы ислам ғылымды ешқашанда исламның сырт немесе бір жат нәрсе деп көрмеген. Керісінше барлық әлемде болып жатқан табиғи болсын, адамның болсын, құбылыстарын, әлеуметтік құбылыстарын ғалымдар айтады, ислам танушылар бұл жаңа Құранда бәрі жазылған және ислам діні оның бәрін жоққа шығармайды, керісінше оны түсіндіріп береді дейді. Енді басты қағидат, мысалы, ғылыммен айналысу керек және де ғылыми жолда жүрген адамдардың жаңағы исламға деген жақындығы да білінеді осыдан деп айтылады. Ал бізде керісінше исламға жаңағы басқа діни ағымдарға кірген адамдар бірден жаңағы оқудан бас тартады, немесе жаңағы сіз айтқан жаңа технологиялардан бас тарту керек деп сондай бір ұрандарды тастайды. Ал орталық Азияның кезінде өзінің джадидизм деген осындай бір бағыты болған, бұл білімді сондай көзі ашық, көкірегі ояу деген азаматтардың осы ғылыми негізінде қоғамға бір жаңа үлгі көрсету деген бір сондай бағыт болған еді. Осыны біз қазір байланыстыра аламыз ба? Қазіргі қоғам осыған қаншалықты дайын болады? Бізде жалпы бұл құбылыста қатар келе жатыр негізі. Жадидшілдік дейді жаңағы. Мынау дін мен ғылымды үйлестіретін осындай көзқарас, ұстаным қалыптасып келе жатыр, ол да жоқ деп айта алмаймыз. Бүгінде біз айтамыз, Қазақстан қоғамында секуляризация процесі өте қарқынды жүріп жатыр. Секуляризацияның бір көрінісі бұл мынау діни ұйымдардың, дінбасылардың, діни топ өкілдерінің қызметінің рационалдануы. Яғни солардың ішінде, қазір мына дінбасылардың ішінде де, діндар жігіттердің ішінде де, азаматтардың ішінде де магистратура оқуға, докторантураға түсуге тырысып жатқандар өте көп қазір. Сол арқылы ғылымға келіп жатыр. Ғылым мен діндің түйісетін нүктесіндегі мәселелерді қарастырып жатыр. Сәйкесінше сыни ойлаудың, ғылыми деңгейдегі ойлаудың нәтижесінде бұндай топтарда қалыптасып келе жатыр. Барлығын, бірақ діни топтардың бәрі кер тартпалыққа кетіп жатыр деп айта алмаймыз. Осындай да жағымды құбылыстар бар. Және оның, мен ойлаймын, болашағы зор. Өйткені ғылымға деген, білім алуға деген, зайырлы білім алуға деген діни топ өкілдерінің сұранысы өсті. Және ол кәдімгі сұраныс, табиғи сұранысты таныстырады. Еуразия ұлттық университетінде сабақ берген кезде магистратураға, докторантураға түсіп жатқан дін өкілдерінің, имамдардың арасынан жастарды өте көп көремін. Олар күнделікті мынау діни ғибадаттарда, қандай да бір уағыз насихаттар айтқан кезде, жамағат өкілдерімен кездескенде өздерінің зайырлы білімдерінің жетпейтіндігіне қынжылады. Сол себептен келдік дейді. Бізге диплом керек емес, қағаз керек емес, бізге шын мәнінде мынау жамағаттың сұрағына жауап беру керек. Тек қана діни теологиялық емес, сонымен қатар зайырлы сипаттағы сұрақтар да болады. Осыларға жауап беруіміз керек. Шын мәнінде неге деген сұраққа тек қана дін арқылы ғана жауап беруге болмайды. Ғылымның да көмегімен жауап іздеу керек деген осындай ұстанымдағы жастардың категориялық қазір артты, саны артты. Бұл да қуантатын құбылыс. Дегенмен жаңағы сіз айтқандай екі жаңағы дилемманың ортасында қалып қойып жатқандар да бар. Мынаны істеген дұрыс, мынаны істемеген дұрыс емес. Жаңағы бұл халал, мынау харам, мынау діни шарттарға сәйкес келеді, мынау сәйкес келмейді деген сияқты. Мынау мұсылман, мынау кәпір деген сияқты. Немесе жаңағы жоқта осы бір ай бұрын ба, бір-екі ай бұрын ба, осы бір видеолар өте көп тарады әлеуметтік желілерде. Дінім үшін ұлтымнан бас тартамын деген. Сондай бір
бірнеше видеолар тарап кетті мына жастардың ортасында. Яғни олар ұлт пен діннің екеуінің ара жігін ажырата алмай қалды. Екеуінің біреуін таңдау керек деп ойлады. Бір-біріне қарсы бір ұғымдар сияқты қалыптастырды. Көрдіңіз бе? Ол да мынау теріс ағымдардың ішінде космополиттік идея насихаттайтын осындай. Яғни ислам діні ол барлық адамзатқа ортақ. Ол жерде ұлт деген жоқ, шекара деген жоқ, мәдениет шекаралар болмау керек, саяси географиялық шекара болмау керек. Жалпы бүкіл әлем мұсылмандану керек, бүкіл планета бұл халифатқа айналу керек деген сияқты идеяның жаңағы елестері бар сол жерде. Соның мазмұны бар. Осындай дилемманың ортасында қалып қойғандар. Бұл біздің қоғамның жалпы білімінің, сауаттылығының төмендігін көрсетеді. Бұл әлеуметтендіруші институттардың қызметіндегі олқылықтарды көрсетеді. Бұл бізде идеологиялық бағыт беретін жұмыстардың әлсіздігін көрсетеді. Бұл мына қоғамның ішінде сыңар жақ ойлаудың, сыни ойлаудың төмендігін көрсетеді. Бізде, мен айтамын, бұған дейінгі сұхбаттарда айттым, бізде бұқаралық санада бинарлық ойлау синдромы басымдық қалады. Екі ұшты ойлау. Ақ немесе қара, жақсы немесе жаман деген бағаны бере салып, сонымен емін-еркін екі жақтың бір жағын ғана таңдап отыра бергісі келеді. Бір жақты айыптау керек, бірді жақтау керек. Осындай адамдар көбейді. Міне осы бинарлық ойлау синдромы, бұл да жаппай таралған бұқаралық науқастардың жалпы дерттің бірі біздің қоғамда. Біз осы сыни ойлау дамытуымыз керек. Бізде осы сыни ойлаудың жоқтығынан буквализм де дамып келе жатыр. Әсіресе діни жамағаттардың ішінде өте көп кездеседі буквализм. Қалай жазылып тұр, солай түсінілмейді. Астарлы ойлау деген, тіпті бұрынғы біздің ата-бабаларымыз айтушы еді ғой. Әр сөздің астары бар. Жаңа кез келген сөздің бір сөзді андап та түсіндіруге болады. Жаңағы сөз айтпай-ақ та, ыммен ғана түсіндіруге болады деп. Ымды түсінбеген дымды да түсінбейді деп қазақ айтады. Міне осы біздің бұрынғы ата-бабамыздан келген құндылықтардың өзі арзандап бара жатқан сияқты. Буквализм басып кетті. Заңда қалай жазылып тұр, солай түсінуіміз керек. Құранда қалай жазылып тұр, біз солай түсінуіміз керек деген сияқты сыни ойлауды өшіріп тастайды да, осындай бір жақты тағы да сыңар жақ ұстанымдарға, көзқарастарға алып келетін дүние болды. Бұндай да дүниелер бар. Сондықтан бұл мәселені біз жаңағы назарда ұстап отырып, және оның қандай да бір ауыр салдарлары болатынын ескере отырып, жүйелі, кешенді жұмыстар жасауымыз керек. Тағы бір проблема сол сыни ойлаудың жоқтығынан туындайтын бұл классификацияның жоқтығы. Мысалы үшін ойлау жүйесінде белгілі бір жіктеу, топтастыру деген сияқты дүниелер. Сондықтан анализ синтез жасайтын анализ синтез жоқ. Сондықтан жаңағы екі ұшты ойлаудың нәтижесінде ол белгілі бір категорияларды ол бір кеңістікке келеді ма, оның қасиеттері сәйкес келеді ма, оған қарамайды, барлығын бір топқа топтастыра салады. Мысалы үшін мынау мұсылмандар, мыналар кәпірлер деген сияқты. Жаңағы исламның қандай да бір жаңағы айтқан өкілдеріне, тағы басқаларға біреу қарсы шықса, бәрі мұсылмандарға қарсы шығып жатқан кәпірлер, атеистер, тәңіршілдер деген сияқты қазір сондай бір фразалар ойлап табылды. Ол сол сыни ойлаудың нәтижесінде критика айтып жатқандардың іштерінде ол да мұсылмандар бар. Бірақ оны олар ажыратып жатпайды. Егер қандай да бір исламға қатысты бір сын айтса, қандай да бір мұсылмандардың өкілдеріне қатысты бір сын айтса, оның барлығы мұсылманға қарсы, исламға қарсы, жаңағы атеист немесе тәңірші деген сияқты осындай күйе жаға салу да бар. Бұл да жаңағы классификацияның жоқтығы. Мен осының алдында бір сұхбатта айттым, бұл Клод Леви-Стростың жаңағы бұқаралық сананы зерттегенде бриколаж деген қағидасын айтады сол. Жаңағы қарабайыр топтастыру. Бұл да осы сыни ойлаудың төмендігінен бүгіндегі буквализм негізінде бинарлық ойлаудың нәтижесінде бұл да жүріп жатыр. Енді бұны жаңағы дағдыларды қалыптастыру үшін оған білім керек, оған зерттеулер керек, міндетті түрде оған мамандар керек. Осы жақтан біздің жағдайымыз қалай? Мамандар дайындалып жатыр, олар қаншалықты осы
теология мен секуляризм бір-бірімен ұштастырып қоғамға сондай бір түсінікті нәрселерді, соны ойластыру нәрселерін жасауға қаншалықты дайын қазіргі таңда? Жалпы қоғамда мен айтар едім, платформа дайын негізінен. Ең алдымен бірінші инфрақұрылым бар, жеткілікті қаржыландыру бар, тиісті бағдарламалар, тіпті заңнаманың өзі бар. Тиісті құрылымдар, басшылыққа жаңағы осыған басшылық жасайтын, олар да жеткілікті. Бірақ оның сапасы әрине, ол бөлек әңгіме. Сапасына байланысты. Енді бұл диалектика заңына сәйкес шығар, өйткені бір мезгілде жаңағы сапасы сан болса сапаға айналысады деген диалектикалық заңды меніңше әлі де ешкім керіске шығарған жоқ. Мүмкіндіктер мен жаңағы күтілімдер екеуі сәйкес келмей жатыр. Дұрыс айтасыз, ол да бар. Енді осы ресурстарды іске қосатын қалай да болсын ол кадрлар, мамандар. Осы мамандардың сапасы жетпей тұр. Инфрақұрылымы мынаның барлығын күштің бәрін түгел дұрыс жолға қойып, міндеттерді нақты қойып, жұмылдыру үшін күштің ресурстың бәрі мамандардың жекелеген дайындықтарына, деңгейлеріне, кәсіби құзыреттіліктеріне байланысты. Бұл жағы жетпей жатыр бізде. Өзіңіз қазір енді мемлекеттік ұлттық саясат мектебіне басшылыққа келдіңіз. Мемлекеттік саясатқа осы жерден қандай көмегі болуы мүмкін? Өзіңіз қазір жұмысыңызды қалай бағыттайын деп отырсыз? Бұл жерден де біз мемлекеттік қызметшілер дайындап жатырмыз ғой. Олар жан-жақты дайындалу керек деп ойлаймын. Қазір енді мынау бізде мемлекеттік қызмет істері агенттігінің басшылығы бар, академияның басшылығы бар. Алдымызға міндет қойды. Ол мемлекеттік қызметшілер бізде дайындалатын, ол тек қана теорияны меңгерген, немесе батыстың қандай да бір жақсы тәжірибелерін меңгерген маман болып шықпай, сонымен қатар ұлттық құндылықтарды сіңірген, осындай жаңа халықтың менталитетін жақсы білетін, тарихын, ерекшеліктерін, мәдениетін жете түсінетін, соған сәйкес шешім қабылдай алатындай азаматтар болу керек. Отан сүйгіш, ел жанды, елім деп тұратын осындай азаматтар шығарымдар деп міндеттер қойып отыр. Жақсы. Міне осы міндеттер, соның аясында қазір енді біз дәстүрлі түрде жүргізіп келе жатқан пәндер бар. Әртүрлі халықаралық деңгейдегі шетелдік озық тәжірибелерді енгізу, соларды меңгерту. Сонымен қатар біз енді ұлттық құндылықтарға, қазақ халқының тарихын, мәдениетін меңгертуге, рухани байытуға бағытталған осындай курстарды да енгізіп жатырмыз. Және ол қазіргі таңда қарқын алып келе жатыр, және жақсы қабылданып та жатыр. Сәйкесінше ертең күні бітіріп шығатын түлектеріміз ол елге, жерге барып, осы өзінің қызметіне кіріскен кезеңде халықтың жаңағы сұранысына жауап беретіндей, сонымен үндесетін, солардың жаңағы көңілінен шығатын дүние танымын барлығын зерделеп барып шешім қабылдайтын осындай жұмыстар атқарып керек. Осыған келуіміз керек. Өте жақсы. Жаңа осы бағыттарыңыз сәтті орындалсын деп тілейміз. Рахмет. Жаңа жұмысыңызда алға басып, жаңағы барлық айтқан ойларыңыз іске аса берсе, меніңше мемлекеттік тұрғыдан осы нәрсеге жақсы бастамаларды бастап, жақсы ары қарай жүйелі түрде жұмыс істеуге болады. Шынымен де мен байқадым, қазіргі жас мемлекет қызметшілері осындай жанып тұрған, елмен не істесем екен, қандай жақсы бір қолдау болса екен деп, сондай бір жақсы бағытталып келе жатқан жастар бар екен. Сондықтан осы қызметіңізге табыс тілейміз. Және де осы ғылым жолынан да алыстамай, дін социологиясынан да бір жақсы сізден еңбек күтеміз алдағы уақытта. Тағы да алғысымызды айтамыз. Және де құрметті көрермендер, сіздер Тамырлас подкастын тыңдап өттіңіздер. Көп рахмет назарларыңызға. Келесі кездескенше сау болыңыздар.